құрметті студенттер, мен өндірістік оқыту шебері Құрманбекова Назира Келеусізқызы. Біздің бүгін өтетін тақырыбымыз іске қосу және қорғау құрылғыларын орнату және жөндеу аппаратураларын пайдалану. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты аппаратураға техникалық қызмет көрсетуді орындайды, ақаулықтарды жою және іздеу тәртібін, яғни алгоритмін қарастырады. Аппаратураны қосу, өшіру және тексеру кезіндегі қауіпсіздік шараларын білетін боламыз. Пускательді аппараттармен жұмыс жасамас бұрын, яғни қосқыштармен ең бірінші осылай тоққа қосып аламыз. Кейіннен осындай пускательді аппараттармен практика кезінде балалармен жұмыс жасайтын боламыз. Бізде бұл жерде монтажный схемасы көрсетілген AUX 1М-ді қосқыштың және де кейін блок управлениясы көрсетілген AUX 2М-нің. Және де осы жерде біз практикалда қолданылатын пускательдердің қалай ашылуын, қалай жолмен жұмыс жасау қажеттігін барлығын балаларға айтып түсіндіретін боламыз. Сонымен қосқыштар PVI шығарады бірыңғай болып, олар қосылған жабдықтың жалпы жұмыс тоғы PVI номиналды тоғының рұқсат етілген мәнінен аспаған жағдайда бірнеше қозғалғышты қосуға мүмкіндік береді. Бұл телефон, яғни пускательдерді орналастырылған телефон. Бұл телефонның бір ерекшелігі, ол телефонның барлық сымдары, яғни барлық желілері осы телефонның ішінде орналасады. Және де бұл телефон өртке қарсы болып келеді, яғни тұтанбайды, жанбайды, барлық жағдайда қолдана беруге болады. Бұл жерде PV63BT пускательдің, яғни қосқышының электромонтажды схемасы көрсетілген. Бұны жақыннан өздеріңіз көре аласыздар. Сонымен қатар сабақтың соңында қазір сіздерге түсіндіріп кететін боламыз ашығынан. Бұл PV пускательінің сырт бейнесі. Тағы да бір ескерте кететін жайт, AC3 санатындағы коммутациялық тозуға төзімділік номиналды тоқ кезінде, ал AC4 санатында 0,4 номиналды тоқ кезінде көрсетілген. Осы PV63BT пускательдігіне, яғни қосқышына характеристика бере кететін болсақ, оның номиналдық тоқтың ұзақтық режимі 63 амперді қамтыса, оның коммутациондық қабілеттілігі 1,5 амперді қамтиды. Сонымен қатар амплитудалық жағдайда 2700 ампер болса, коммутациондықтың шыдамдылығы 10 болады. Бұл AC3 кезінде AC4-те 0,14-ті қамтиды. Яғни пускательдерді ашу үшін бірден осындай құрылғыны алып ашатын боламыз. Бұл пускательдің ашылғаны және де ішкі құрылысын көрсеңіздер болады. Осы қосқыштардың, яғни пускательдің размерін айта кететін болсақ, биіктігі 700 мм, ұзындығы 750 мм болса, ені 700 мм-ді құрайды. Пускательдердің, яғни қосқыштардың ұстаптық тоғы өлшем бірлік шкаласына жаңағы PM3 блогының PV63BT-ға байланысты әртүрлі болып келеді, яғни ол 1 амперге 125, 2 амперге 156, 3 амперге 187 деген сияқты кете береді. Сіздерге еге берілетін тапсырма ол тест сұрақтарына жауап беру. Бірінші сұрағымыз ол біздің шахта стартердің шығыс тізбектерінде қысқа тұйықталу болған жағдайда мыналар іске қосылады. Екінші сұрағымыз жерге тоқтың ағуы стартердің шығыс тізбектердің оқшаулау кедергісі төмен болған жағдайда мыналар іске қосылады. Стартердің электр тізбегінің оқшаулау кедергісін үшін қандай өлшеу құралдары қажет? Сол сияқты тағы да басқа сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.